Қазақтар бұнда істеген кезде болмаған бұнда айлық вовремя, премия нормальный бәрі. Орыстар қалай алды заводты? Айлық вообще бычып болып отыр. Премия дейді, премиясында жоқ, іштеңкесі жоқ. Удобство, не жоқ, дос тоже. 100 мың теңге айлық, 100 мың теңгеге қалай? 80 мың, 70 мың айлық алып отыр. Мамаларымыздың жасында. Тараз қант зауыты бұл Ресей азаматына өтіп кетті ғой? Өтіп кетті, бұлар арендаға алды ма, білмеймін, в общем, бардак болып отыр. Ресей азаматтығына зауыт өтіп кеткелі бері осындай жағдай ушығып жатыр ма бұл жерде? Бұрын бар ма еді? Қазақтарға қарап тұрғанда? Жоқ. Бұрын нормально етін. Қазір қанша айлық алып отырсың? Қазір даже оклад шықпайды бізде. 40-50 мың теңге жоқ бізде даже. Окладтың өзі шығармайды бізге. Қанша айлық алып отырсың сонда? 100. Қазір алдың ба? Иә. Ал енді қанша алу керек едің сен? 140, 150. Жартысы жоқ болып кетіп отыр. Жартысы жоқ. Не дейді оны? Не дейді оны? Білмеймін, өздері олардың жауаптары сол баяғы ғой. Жұмыстан шығып кетті, болмаса ұнамаса. Істейміз, енді істейміз, келатыр. Қосамыз ғой, сол баяғы болезнь оларда. Заместитель директора по безопасности Жотабаев Арман Талгатович. Дело в том, что нашим рабочим пообещали премию 20% заработной платы. Но дело в том, что наша бухгалтерия не успела провести своевременно, однако директор все согласовал, премию, то есть уже казначейство пошло. То есть или завтра, вы сами понимаете, есть банковские дни, казначейство, то есть проводят деньги. Соответственно, завтра, послезавтра всем, каждому рабочему упадет премия. Ал айлық мәселесі не үшін ұстал? 7 айдан бері нағып шешілмеді. Енді алдыңыздар ма? Ну они же только согласовывают же. Енді Вы поймите, Мынандай болып тұр ма? не от меня же зависит. 20 От меня зависит. 20 тысяч премия, что это, скажи? Вы извините. Это бала шағам бар, басқан бар да, мен 70 мың, 80 мың айлыққа мен бала шағамды асырай аламын, свет төлей аламын ба, или газ төлей аламын ба, басқа тамағын. Смотрите, сегодня директор в командировке находится. Я только ему доложил об этом факте. У нас директор Шлегин Александр Иванович. Он завтра прибудет с командировки и сказал, все вопросы он ваши решит. 7 айдан бері ел мәселесін айтып отыр. 7 айдан бері не үшін шешілмей отыр бұл мәселе? Это вопрос директору. 7 ай бойы айтып отырсыз ба сіз осы мәселені? Всегда айтасыз. Вопроса не было, а то, что обещали с марта месяца поднимать. По крайней мере, я лично такого не слышал. Айлығын көтереміз дедіңіздер ғой сіздер. Мен емеспін. Бір жылда 10 мың теңге қосты ғой. Директор. Бір жылда 10 мың теңге қосты ғой. Еще премия 20 мың теңге. 11 мың теңге тұра ма? 11 мың 12 мың теңге тұрады. Ол не болды сонда 20 мың теңге қосты? Енді міне проезі бар, үйіне барып төлейтін. Бала шағасы кредиті бар төлейтін. 20 мың теңге премия не? Чего? Издевательство что ли? Премиясы керек емес, Премия керек емес, айлық нормально төлемес. Минимальный оклад 150 тысяч теңге. Минимальный оклад 150 тысяч.